Сәлем достар, сендермен бірге мен Зикемер және бүгін біз жаңа ойын ойнайтын боламыз. Және жаңа ойынмен бірге жаңа проект Путь бомжа. Айта кететін зат, мен матрешка ерпені бірінші рет ойнап жатырмын. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші болып мен Максимнан задание алдым. Ол заданиеде менің паспортымнан табылған туралы және оны мен государстводан алуым керектігі туралы айтылған. Сосын мен 50 рубльға жалға скутер алдым. Сосын өз скутеріма отырдым да шартқа /GPS деп жазып, государствоны таңдап, карта бойынша государствоға бардым. Және осы ойынға мен өзім мақсаттарымды қойдым. Олардың бірі машина алу, өзіме үй алу және өзіме күшті скин алу. Осыларды істесем мен автоматически бұл проектті өттім деген сөз. Міне мен государствоның алдына келдім және өзімнің скутерімді тоқтаттым да государствоның ішіне кірдім. Және мен государствоның ішіне кірген соң бір-екі проблемаларға ұшырадым. Яғни мен және сіздерге айтқанымдай матрешканы бірінші рет ойнап жатқандықтан мен бұл ойынды өте жақсы білмеймін және паспортты қай жерден алу керектігін білмедім. Мен біраз комнатаға кіріп шыққан соң өзіме керек комнатаны таптым. Яғни паспорт беретін адам бар, комнатаны таптым. Ол комнатада ол адам маған паспортымды берді 250 рубльға. Және мен паспортымды алған соң жаңа миссия шықты. Ол миссияда маған өзіме кез келген 24/7 магазиннан бір телефон алу керектігі туралы айтты. Және маңда бір тағы да проблема туындады. Өйткені мен қай жерде 24/7 магазин бар екенін білмедім. Яғни қай жерде жақын екенін білмедім. Сондықтан көп уақыт жүрдім. Әйтеуір дегенде мен бұл магазинді таптым. Яғни бұл пятерочканы бір магазин екен. Оған кірдім және өзіме мобильный телефон алдым, яғни ұялы телефон. Бұл телефонмен бірге маған жаңа миссия мен жаңа номер берілді, телефон номері берілді. Ал жаңа задание мынандай болды, яғни маған автошколаға барып праваға тапсыру керек болды. Сосын мен GPS-ті басып, автошколаны пометить етіп сол жаққа бардым. Және менде тағы да бір қиындық туындады. Бұл қиындықта мен скутерім соборда тұрып қалды да шыға алмай қалды. Сосын мен жаяу баруыма тура келді. 100 жыл өткен соң автошколаға жетіп, бірінші автошколаға кірдім. Және бұл жерде де маған жаңа қиындық туындады. Бүгін вообще қиындықтан басымыз кетпей қойды ғой. Ал ендеше бұл қандай қиындық болғандығын айтып кетейін. Мен бірінші мына үшбұрышқа келдім, жасыл түсті, және бұл обучение болды деп ойлаймын. Енді не екенін айтып тұрған. Соны далее деп баса бердім. Сосын мен мына жаққа кірдім да экзамен тапсырғым келді. Және экзамен тапсырайын десем, мына жақта тағы 3 адам бар екен. Сосын менде баг болды ма, жүрмей қалды. Менде жүріп кеткен соң мен начать кнопкасын бастым. Бұл баг шығар деп ойладым, өйткені менде экзамен шықпады. Сосын мен қайтадан начать кнопкасын бастым. Ол кезде де шықпады. Сосын мен қызыл кругтың ішіне кірдім да начать кнопка шықпады енді. Мен сосын қызыл кругтан шығып, қайтадан начать кнопка шыққан соң оны бастым. Сөйтсем бұл экзаменді тапсыру 600 рубль тұрады екен, ал менде 550 ғана рубль. Сосын мен оған жынданып кеттім да ойыннан шығып кеттім. Өйткені мен скутер алмаса маған жетуші еді. Ал ендеше видеомызды аяқтайық. Бүгін біз матрешка РП ойынын ойнаған болатынбыз. Бұл ойынның жалғасын қаласаңыздар лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Зикемер. Сау болыңыздар.